Сәлем қыздар, міне қараңыздар, мынадай тұмар 7 ата жазылады және жоғары жағына ру жазылады. Клиенттің тапсырысы бойынша румен осылай 7 атасын жазып, клиентке тапсырысын орындап береміз. Енді бүгін осы тұмарды жасаймыз. Қараңыздар, өте әдемі, ұқыпты, аккуратны жасалынған. Осыны бүгін жасайтын боламыз. Ендеше осы тұмарды бастаймыз жасап. Оған керек заттар: 2 картон қағаз және біреуіне ортасына салуға поролон керек. Содан соң осы үлкен шеңбердің үстіне 2 қабаттап орнату үшін мынадай тағы да кішкентай шеңберді аламыз. Оның ортасына салуға мынадай синтефон қабаттап дайындап қоямыз. Міне көріңіздер, томпайып тұр. Осы үлкен шеңбердің сыртынан матамен қаптағанда үлкен шеңбердің ортасына қоямыз. Содан соң бізге мынадай ұзынша картондар қиып қоямыз. Бұған біздер 7 атаны жазамыз. Міне ұзыншалап мынадай оның ортасына поролон салып жібереміз. Міне 7 штук жасап қойдық біздер. Осылардың сыртын матамен қаптаймыз. Енді бізге мата керек. Біздер көк түсті тұмар жасайын деп жатырмыз. Міне вилюр деп аталады бұл мата. Мынадай, міне көрдіңіздер, светке жылтырайды. Бағасы да қол жетімді. Жақсы мата. Көбіне мен осы матаны қолданамын. Міне жаңа картоннан қиып қойған пішіндерді матаға бастырып, дәл соның көлемінде етіп қиып аламыз. Міне картонның көлемінде етіп, матаға бастырып алдық. Енді бұны қайшымен қиямыз. Қайшымен қиғанда 2 сантиметрдей артығымен қиып аламыз. Себебі біздер мына картонның ортасына, мата мен картонның ортасына поролон салғанда, мына матамыз бүктелгенде, қайырылғанда, қайырылып клеймен жапсырғанда жетіп тұру керек. Матамыз жетіп, әдемі қайырылып, жақсы аккуратны тұру керек. Мені қиып болдық біздер. Артығымен қидық 2 сантиметрмен. Барлығында картонның көлемінде етіп, матаны қиып шығамыз, бастырып, қиып дайындап қоямыз. Дөңгелек пішіндерге қиып болдық. Енді мына 7 штук 4 бұрышты пішіндерге матаға қиып шығамыз.
Міне артығымен аламыз. Ортасына поролон салғанда міне матамыз осылай қайырылып тұрып жабыстырылу керек. Осындай көлемінде 7 штук мата қиып шығамыз. Алдымен 7 штук қиып аламыз. Содан соң артқы бөлігіне де 7 штук матадан қиып аламыз. Үлкен шеңбердің диаметрін өлшеп шығамыз. Диаметрі 33-35 сантиметр етіп алсаңыздар болады. Енді кішкентай шеңбердің диаметрі 22 сантиметр етіп алсаңыздар болады. Енді мына ұзынша картондардың өлшемін қараймыз. Бұл бөлікке 7 атаның аттары жазылады. Бұның ұзындығы 38-41 сантиметрге шейін алуға болады. Бірақ өздеріңіздің еріктеріңізде бұдан да кішірейтіп алам десеңіздер де болады. Бұдан да үлкен етіп алса алам десеңіздер де болады. Енді бізге мынадай 2 штук кусок мата керек. Бұл матадан біздер шашақ жасаймыз. Тұмарға 1 сантиметрден қиып шашақ жасап қоямыз. Біздер тұмарға 2 түсті двойной шашақ жасаймыз. Көк түс пен ақ түсті матаны пайдаланамыз. Бұлардың ұзындықтарын айтатын болсам, 22 сантиметр етіп ұзындығымен алсаңыздар болады. Мына ақты өлшедім, 22-23 сантиметр етіп алуға болады. Көкті де көк матаның ұзындығында солай етіп 22-23 сантиметр етіп алуға болады. Ені, матаның ені 9 сантиметр етіп аласыздар. Ал көктің ені кішкене аққа қарағанда ұзындау болады. Енді мына тұмардың негізгі бөліктерін жасай бастаймыз. Мына бірінші кішкентай шеңберден бастап жатырмын. Алдымен 4 жағын жабыстырып аламын. Содан соң қалған жерлерін тегіс бірдей шығу үшін рет-ретімен жабыстыра беремін.
Міне дөңгелек бөліктерге матамызды жапсырып шықтық. Міне үстіңгі бөлігі, мынау астыңғы бөлігі. Міне дайын болды. Жақсы аккуратны жапсырылған. Енді ұзынша пішіндерді жапсырып шығамыз. Міне тұмардың негізгі бөліктері дайын болды. Енді осылардың араларын біріктіріп шығамыз. Тесма арқылы біріктіріп шығамыз. Біздер күміс түсті тесманы пайдаланатын боламыз. Көкке күміс түсті тесма жақсы үйлесіп тұрады. Міне мен мынадай күміс түсті тесманы алдым. Орташа қалыңдықта. Енді осыларды кішкентайлап кусоктап қиып аламыз. Осы 7 бөлікті құрастыруға, бір-бірімен беттестіруге осындай кішкентай етіп тесмаларды кусоктап қиып аламыз. Міне осылай етіп араларына біріктіреміз. Міне 4 бұрышты пішіндердің араларын тесма арқылы біріктіріп жатырмын. Өлшеп, ара қашықтықтарын өлшеп отырыңыздар. Мен әр бөлшектің арасына 4-5 сантиметрден ашып кеттім. Сіздерде осылай сызғышпен өлшеп отырыңыздар. Тегіс түзеу шығу үшін өлшеп отырамыз осылай. Міне барлық бөлшектердің арасын біріктірдік тесма арқылы. Міне мынадай арақашықтықтары барлығы бірдей, тегіс түзеу шықты. Енді осы бөліктерді сәнділеп шығамыз. Мен мынадай тесма алдым. Сіздер әр түрлі тесманы алып қойыңыздар.
мен мынадай тесманы пайдаланып жатырмын. Осыны бүкіл бөліктердің айналдырасына жапсырып шығамын. Міне барлығына жапсырып шықтық. Өте әдемі болып келе жатыр. Енді мына үлкен дөңгелекпен кішкентай дөңгелектің айналдырасына тесмаларымызды жапсырып шығамыз. Ең алдымен мына үлкен дөңгелекке кішкентай дөңгелекті клей арқылы жапсырып бекіттіріп аламыз. Міне клей арқылы бекіттіріп алдық. Енді бағанағы төртбұрышты пішінге пайдаланған тесмадай осы тесманы кішкентай дөңгелектің сырт жағына айналдырып жапсырып шығамыз. Міне дайын болды. Енді осы үлкен дөңгелектің шеңбердің сыртына мынадай жуан тесма түрін алып жапсырып шығамыз.
Міне тесмамыз жапсырып болдық. Енді тұмардың шашағын жасайтын боламыз. Бағанағы біздер қиып қойған, шашақтап қиып қойған матаны тұмардың шашағын жасайтын боламыз. Бізге мынадай екі ұзындықта осындай кусок тесма керек. Матамызды осы тесма арқылы орап, жапсырып, шашақ жасаймыз. Міне дайын болған 2 штук шашағымызды үлкен шеңбердің екі шетіне жапсырамыз. Дәлдеп, өлшеп жапсырамыз. Енді мына үстіңгі бөлігін клей арқылы астыңғы бөлігіне жапсырып шығамыз. Міне тесмаларды, шашағын, барлығын бір-біріне біріктіріп, жапсырып болдық. Енді осы тұмарымызды оюлармен сәнділейміз, ыстыразлармен сәнділеп шығамыз. Алдымен кішкентай шеңберге ою жапсырамыз. Клиенттің тапсырысы бойынша тұмарға рудың атын жазып шығам. Мына әріптер ақ кожадан жасалған. Оюда да ақ кожадан жасалынған ойып. Міне мына жерге барлығын өлшеп қойып қараймын. Рудың әріптерін жазып. Содан соң клей арқылы жапсырып шығамын. Мына жерге рудың қасына рудың таңбасын салып жүрем, және жиегіне
жекше оюларды қолданып шығамын. Жіңішке кішкентай ғана оюларды қолданамын. Ең алдымен мына оюларды, әріптерді жапсырмастан бұрын алдымен тұмардың бет жағына жай ғана қойып, орналастырып, үйлестіріп қарап шығамыз. Содан соң ғана клеймен жапсырып шығамыз. Міне қараңыздар, мен барлығын орналастырып, үйлестіріп, қарап алдым. Енді клеймен жапсыра берсек болады. Мұқияттап, ұқыптетіп, тегістеп, оюларын, әріптерін жапсырып шығамыз. Міне оюларды, әріптердің барлығын жапсырып болдық. Енді осы тұмарымызды әдемі түрлі түсті стразлармен сәнділеп шығамыз. Сәйкес келетін стразларды аламыз. Любой нені жапсыра бермейміз. Бір-бірімен сәйкестіріп, үйлестіріп, стразларды қолданамыз. Мен қызыл түсті мен күміс түсті стразларды пайдаланамын.
Қыздар, қараңыздар, 7 ата үй тұмары дайын болды 100%-ға. Міне барлығын жапсырып шықтым. Бір-бірімен сәйкес келіп тұр. Міне қараңыздар. Мен көк түсті тұмарды жасадым. Клиенттің тапсырысы бойынша әртүрлі етіп жасауға болады. Міне қараңыздар, өте әдемі шыққан. Бір-бірімен барлығы сәйкес келіп тұр. Қыздар, осы тұмарды жасауға сіздерге сәттілік тілеймін.